Ұйқыдан тұрдым-ау әйтеуір, әбеткейден шаршап кетіп ұйықтадым ғой, ё-моё. Так, мен есікті кілтедім ба? Кілтеппін. Чек-чек кілтеппін. Бұл көлікті енді сату керек, қалайда сату керек. Кеше базарға бардым, бірақ ешкім алмайды бұл көлікті. Кеше ғана біреу айтып еді, ойбай алам деп. Алтта лақтырып кетті. Хабарласам, ойбай деп айтып еді. Ё-моё, лақтырып кетті алтта. Енді бұны қалай сатсам екен, базарға бардым, ешкім алмайды, өтпейтін көлік, білмеймін. Бірақ былай қарасаң, шынымен де өтпейтін көлік, іші деген шіріп жатыр. Енді дөңгелектерін ауыстыру керек, балшық сырты бәрі, ё-моё. Бұны енді тазарту керек, басқа амал жоқ, басқа ешкім алмайды ату. Жарайды, мен бұл көлігімді қазір чек деп ашып алайын. Так, іші деген вообще шіріп жатыр, ё-моё, қалай жүрген мен мына машинада, жарайды, мен осы өміріме шүкіршілік етейін. Так, мен мына машинаны қазір мен мойкаға апарып жуғызып алайын, сықитып тұрып, сосын бір жаңа көлік алайын. Бұл көлікті енді өтпесе өтпей ақ қойсын, құрсыншы. Жаңа бір көлік алармын. Бұны қазір мен мойкаға кеттік мойкаға. Так, мен көлігімді жуып бітірдім екен. Так, қарап шығайын. Сықитып жуып қойыпты. Молодец, бір кім екен жуған? Білмеймін, кім болса да жуып сықайтып қойыпты. Мен көлігімді осында тастап кеткен болатын, ақшасын тастап. Жарайды, өзі кетіп қалған-ау деймін, шамасы, я. Міне жүр ғой, рахмет бауырым. Кетіп батыр ал, жақсы, ештеңе етпес. Бұл көлікті мен алып, ішін жудым екен, ішін тексеріп көрейін ал. Іші деген өте керемет. Бауырым, былай тұр. Бауырым, өтіп кетейін. Молодец. Так. Бұл көлікті керемет еті жуыпты. Рахмет, өте рахмет. Мен ақшасын тастап кеттім. Бауырым, рахмет. Болды. Так, бұл көлікті енді үйге қоя тұрамыз. Енді жаңа көлік алу керек. Бұны ешкім алмайды әзірге. Енді таза болып тұра тұрсын. Бұл көлікті қазір мен үйіме апарып тастайын. Так, біз келдік. Машинамызды бүйтіп дұрыстап қойып, келдік. Болды, өшіреміз. Кеттік ал енді. Үйімізге кіріп, бір шайымызды ішіп, сосын бір жаңа көлік алуға базарға баратын боламыз. Бұл көліктен мен әбден шаршадым. Кеттік, мен шай ішіп қайтайын, мен үйіме кіріп. Шайға да тойдық әтеуір. Шай деген өте керемет болды. Ауа райы да өте керемет болып тұр екен. Бұл көліктен шаршадым. Бұл көлікті енді сату керек қалайда. Бірақ мен бұл көлікті сатпастан бұрын бір жаңа көлік алатын боламын. Өте керемет көлік. Менде қазір ақшам бар. Ақшамда мана ғана банктен түсіріп алған болатынмын. Кеттік біз енді. Салонға барып қайтайын мен. Салонға да келіп қалдық. Өте керемет салондардың бірі деп естіп жатырмын бұл салонды. Достарымыздан естіп жатырмын. Мәссаған, бұл жерде өже керемет көліктер алыпты адамдар. Мынандай көлікті менде де армандайым негізі. Жақсы, алдағы уақытта көре жатырмыз. Бауырым, байтыр, қақып кетермін. Жарайды, кеттік ал. Мен жаңа көлік алып қайтайын. Салон Eurocars дейді. Өте керемет салондардың бірі секілді. Мәссаған, бұл жерде фондар өте әдемі екен. Жақсы, кеттік, кіріп ішінен салып сатып алайық машина. Мына машинаның іші деген қандай керемет, өте керемет машина алдым. Так, мына жерде мәссаған, мына жерде планшет па, ноутбук. Өте керемет машина екен. Мерс деген машина алдым. Өте керемет машина. Так, сыртынан шығарып қарайшы. Так, салоннан қазір шықтым. Так, мына жерге парковать етіп қойайық. Сыртын қарайықшы, осы сыртын дұрыс көрген жоқпын. Іші керемет деп білем. Мәссаған, бұл керемет банан деген көлік, өте керемет көлік деп естіп жатырмын. Достарымыздан естідім. Өте керемет көлік деді. Білмеймін, қанша миллион қалдым. 30 миллион ба сондайға алдым. Өте қымбат көлік, өзінің бағасына тұратын көлік сияқты. Бұлай қарап тұрсаң. Бұлай қарап тұрсаң, өз бағасына тұратын көлік. MG дейді. Мәссаған, мына жерде номері неге российский? Мен қазақский номер сатып алам ертең. Жарайды, бұл машина тұра тұрсын енді. Бұл машинаны енді ертең келіп алып кетермін. Енді бәрін дұрыстап алып кетермін. Жақсы, бұл машина тұра тұрсын. Қазір мен салонға кіріп, адамдармен сөйлесіп қайтайын. Бұл машина тұра тұрсын, ертең келіп алып кетермін. Жарайды. Іштегі кісілермен сөйлесіп шықтым. Енді
ана машина тұрады енді бір күнге ертеңге келіп алып кетсін деп жатыр, енді тезірек алып кетсін дейді. Так, мына көлігімізбен енді бұл ескі көлік, мана көліктен қарағанда бұның іші білмеймін, екеуін салыстыруға келмейді. Жарайды, біз үйімізге барып ұйықтайық енді. Көп уақыт шаршадым, бүгін вообще уақытым болған жоқ енді. Өте көптеген жұмыстар істедім, базарға бардым. Жарайды, мен үйіме қайтайын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ақжол KZ. Достар, сіздерге осындай серия ұнай ма достар? Егер де ұнаса, смело лайктарыңызды басыңыздар. Осындай серия күтсеңіздер, достар, осындай сериялар түсіріп тұратын боламын. Яғни бомж братан деген достар. Смело арнаға тіркеліңіздер. Давайте достар, аман сау болыңыздар.